Сәлем достар, менің есімім Мадияр. Сіз менің YouTube аккаунтыма келдіңіз. Бүгінгі тақырыпта жалпы барлық пирожтарға арналған өзімнің ақыл кеңесімді айтатын боламын. Бұл душевный разговор, яғни мен өзім осы медициналық универде жүріп 4 жыл бойы жинаған опытымды сізбен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Пирожтарға, яғни балмұздақтарға арналған бірінші совет. Бірінші, аман-есен ұбт-ны бітіріп, ұбт-ны жақсылап тапсырып, тапсыра алмасаң платныйға тапсырып, универге грантқа түстің, иә. Енді сенде алда 2-2,5 ай уақыт болады, иә. Сол кезде жайлап сен уже универдің атмосферасын үйреніп, баяғыдай сенің қасында ата-анаң болмайды, баяғыдай сенің қасында достарың болмайды, қолдау беретін адамдар болмайды. Соған жайлап үйрене бер, жалпы самостоятельно бол. Екінші, демалыста сен 2-2,5 ай болады. 2-2,5 айда ағылшын оқуға тырыс. Өйткені қазіргі заманда ағылшынның маңызы жоғарылап келеді. Жалпы осы 2-2,5 айда сен бүкіл ағылшын оқып бітпесең де, хотя бы бигиннер деңгейіне дейін оқуға болады. Яғни 2-3 айда сен жаңағыдай грамматиканы жақсылап түсініп, яғни ол ағылшын туралы негізі көптеген ресурстар бар. Яғни қазақ тілде болсын, орыс тілде болсын, YouTube-тан қарауға болады, Google-дан қарауға болады. Соларды жаттап, соған өзің дағдыланып, жалпы ағылшынға деген ниетіңді дұрыстап универге кел. Себебі универде ол бірінші, екінші курста міндетті түрде сен ағылшын өтесің. Тіпті кейде 3-ші курсқа дейін ағылшын өтеді кейбір универлер. Сол кезде сол ағылшыннан қиналып қалмас үшін. Үшінші, универге барған соң бар фокусыңды сабаққа қой. Алғашқы бірінші және екінші жылы мен сіздерге айтайын, барлық фокустарыңызды сабаққа қойыңыздар. Себебі басқа нәрсеге алаңдамайды. Мен өзімнің практикамнан өтті. Мен алғашқы бірінші және екінші курста барлық фокусымды сабаққа қойдым. И соның арқасында мен қазір 4-ші курста, 3-ші курста болсын, жаңа материалдар өткен кезде, ол 1-2-де оқыған материалдарым менің есімде қалып кетті. Мысалы, анатомия болсын, мен 1-ші курста анатомия жақсы оқыдым, 2-ші курста тоже жақсы оқыдым. Соның арқасында мен 3-ші курста, 4-ші курста маған пәндер қиын емес болды. Себебі анатомия, физиология, гистология деген пәндер ол базисный, яғни негізгі пәндер болып табылады. Оларды жақсылап оқып, 1-ші, 2-ші курста негізін қалап олсаңыздар, олар болашақта сізге керек болады. 4-ші, сіз грант болсаңыз, стипендиядан айырылмаңыз, стипендиядан жоғары повышкаға ілінуге тырысыңыз. Повышка деген не? Мен келген кезде, мен универге келген кезде 1-ші курстан бастап мен ештеңе білмедім. Балды қалай қойылады, GPA деген не деп. Сөйтсем, жалпы бал универде 100 балдық шкаламын есептеледі. Яғни 100%, процент есептеледі. Сіз 80%, 90% деген сияқты. Жалпы 70-тен жоғары, 70-тен 90-ға дейін болатын болса, 70-тен 89-ға дейін болатын болса 4, 90-нан 100-ге дейін ол 5 деп аталады, иә. Енді алғашқы семестр жалпы универ екеуіне 1-ші семестр және 2-ші семестр болды, иә. Баяғыда 4-90 емес, 1-ші семестр және 2-ші семестр. 1-ші семестр ол қысқа дейін болады. Сол қысқа дейін, мысалы, сіздер 1-ші курста минимум 5-6 пән өтесіздер. Сол 5-6 пәнді 5-ке жабуға тырысыңыздар. Барлығын 90-нан жоғары жапсаңыздар, ол сіздерге повышенный стипендия береді. Ол повышка деп аталады. Повышка дегеніміз ол сіздің қазіргі стипендияңыз 40 мың болатын болса, немесе 58 мың болатын болса, 58 мың болатын болса 67 мың болады. Жалпы 15% қосылатын болады. 5-ші кеңес, мұғаліммен ешқашан ерегеспеңіздер. Өйткені ол мұғалім осы именно университетте өте абыройлы, олар сіздің бағаңызды нөлге дейін, тіпті передачаға дейін жіберуі мүмкін. Сондықтан олармен лучше салғаспай, ерегесіп қалғандай болатын болса, иә дей салыңыздар. Оның да пайдасы сіздерге келетін болады. Одан кейін 6-ші кеңес, сабақты уақытылы оқыңыздар. Сабақты уақытылы оқу ол ең маңызды нәрсе. Студент үшін ол сіздің денсаулығыңызға пайдалы, және де
тағылған кезде бүкіл экзамен сұрақтарын бүкіл 1 ай 2 ай 3 ай өткен тақырыптарды қайталап оқып жүрмей сол конспектіңізді қарап және де сол оқыған материал оқыған кітаптарыңызды бір бетін қайталап шықсаңыздар сіздің есіңізге түсетін болады. Сосын 7-ші ақыл кеңес ол нетворкинг қалыптастырыңыз. 1-2 курста негізі сіздер басқа қалаға түсетін болсаңыздар, бұл общагада тұрған маңызды, өйткені общагада тұрған кезде сіз басқа да студенттермен танысасыз, араласасыз. Сол кезде нетворкинг, таныстық қалыптасады, оларда сіздің болашақ мықты маман болуыңызға көптеген пайдасын беретін болады. Келесі 8-ші ақыл кеңес жақсы ортаға, дамушы ортаға қосылуға тырысыңыз. Ол дегеніміз мысалы сіздің группаңыз мысалы дұрыс сабақ оқымайтын болса, басқа жаңа жақсы группаға ауысуға тырысыңыз. Жақсы балаларды өзіңіздің қасыңызға тартуға тырысыңыз. Сонда сізге дамуға деген, сабақ оқуға деген ынтаңыз жоғарылайтын болады. 9-ші ақыл кеңес студент болып жүрген кезде студенттік ұйымдарға кіруге тырысыңыз. Жаңағыдай волонтерство, студенттік секторлар, университеттің студенттік секторлары, студенттік кеңес дейді, солардың ішіне кіріп өзіңізді активист болып активный жағынан көрсете тырысыңыз. Ол кезде сіздің ол да өзіңіздің сізді дамытуға пайдасын береді. Яғни сіз халықтың алдында сөйлеуді үйренесіз, жаңағы адамдармен араласуды үйренесіз, коммуникативті навык үйренесіз, нетворкинг болады. Ол да сіздің болашағыңызға үлкен пайдасын беретін болады. Сен студентсің, сенде барлық ресурс бар. Енді 70-80% студентте ол өзінің үйі, несі болмайды, олар квартирада тұрады, және де оның үйленбеген бала шағасы болмайды. Оның бір жақсысы, сенде ресурс бар да, сенде энергия бар, сенде ақша бар, яғни стипендияң түседі, ата-анаң салып тұрады, күш-қуат бар, ақыл-ой бар, денсаулық бар, сенде барлық ресурс бар. Сен сол ресурсты дұрыс жағынан, дұрыс бағытқа қолдана білу керексің. Яғни сол энергияңды, ресурсыңды дұрыс бағытқа қолдана біл. 11-ші ақыл кеңес, ол менің басымнан өткен сабақтан белгісіз себептен қалмауға тырыс. Ауырып тұрсаң да баруға тырыс, барып жаңағы талдаған материалды, тағылған тақырыпты кішкентай болсын түсініп кетуге тырыс. Сен соның арқасында сабақ оқымасаң да, сен сол тақырыпты кішкене болсын түсініп аласың. Оның пайдасы жаңағы экзаменде, аралық бақылау кезінде сен талдағандан есіңе түседі да, жазып шығуға көмегін беретін болады. Жалпы осы 1-2 курста бос уақыт негізі көп болады. Сол бос уақытыңды өзіңе арна, өзіңді дамытуға арна, кітап оқы, және де басқа да салаларды қарап өзіңе тексеріп кет. Мысалы, менің жағдайымда қандай болды? Мен жаңағы әртүрлі курстар оқыдым, SMM, продюсерлік курстар оқыдым, бірақ өзімді тексеріп көрдім, мен осыларда бармын ба, осыларда қандаймын деген сияқты. Сосын шаштараз үйреніп көрдім. Соңында, бірақ мен осы медицинада кетемін, осы медицинада соңға дейін баратынымды өзім сезіндім. Осы медицинаның ішіндегі именно қандай бағытты енді маған қызық, соны мен өзіме эксперимент жасап жүрмін да. Мысалы, хирургиясы бағыты бар, офтальмология, көз бар, дерматология, тері деген әртүрлі бағыттар бар. Соларды өзіме сынап, қайсысы маған ұнайды, сол ұнайтын бағытта өзімді табуға тырысып жүрмін. Жалпы осы студенттік кезең, студенттік уақыт ол өзіңді табуға деген ең тиімді, ең жақсы уақыт. Осы кезде адам өзін тауып алса, одан кейін осы өнер бітіргеннен кейін ары қарай дамуға көптеген пайдасын беретін болады. 13-ші ол бізде спорт деп аталады, яғни
сабақпен бірге всегда спортты алып жүріңіз керек. Ол сізді эмоциональный выгораниеден сақтайтын болады. Яғни сіз қатты сабақ оқысаңыз, ол бұйырғаны болады. Ол сіз 3-4 күн тынбай, ұйықтамай сабақ оқып экзаменге барсаңыз да сіз 90 алуыңыз мүмкін. Ал 1-2 күн фокусты арнайлап, 1-2 күнде 3-4 сағат қана арнап сабаққа солай оқып барсаңыз да 90 алуыңыз мүмкін. Өйткені адамға бұйырған нәрсе ол ешқайда кетпейді. Соны жақсылап түсініп алыңыз. Бірақ әрекет етуді ешқашан тастамаңыз. Және осы сабақ болып, жалпы умственный нагрузкадан кейін физикалық нагрузканы екеуін бірге қатар алып жүріңіз. Сонда сізде эмоциональный выгорание болмайды, және де денеңізде ешқандай аурулар болмайды. Остеохондроз, басқа да аурулар бар ғой, студенттердің аурулары, сол аурулардан сізді сақтайтын болады. Одан кейін бізде 14-шісі өзіңе көңіл бөл деп аталады. Өзіңе көңіл бөл, жаңа қалаға келдің ба, қаланы аралап тұр, қыдыр, киноға бар, группаластармен жүр. Бірақ оның да өзі шектеуі болады. Аптасына 1 рет баруға болады, айына 3-4 рет қыдырып шығуға болады. Одан уже көбейіп кетсе, ол уже сені сабақ қала бастайды, мына жағынан өзіңді дамыту қала бастайды. Сондықтан барлығын белгілі бір деңгейде қатар алып жүруге тырыс. Енді 15-ші ол өзіңді жақсы жағынан көрсет деп аталады. Әрбір цикл, әрбір пән басталған кезде сол пәнге қатты жақсылап дайындалып барыңыз. Алғашқы оны жақсылап, мұғалімді жақсылап көңіл бөліп тыңдаңыз, оған сұрақтар қойыңыз, дискуссия жасаңыз ана жерде, сабақты айтыңыз. Сол кезде сізде репутация қалыптасады. Ал репутацияның пайдасы рубежный контроль кезінде, яғни аралық бақылау кезінде, және де емтихан кезінде сізге көп пайдасын тигізетін болады. Ал достар, егер осы видео сізге пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Болашақта бұдан да керемет видеолар шығатын болады.